Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министріне. Бұл депутаттық сауал арнасынан адасып аққан судың салдарынан, өмір бойы жиған терген дүниесінен, үйінен, мал мүлкінен, қара шаңырағынан қапыда айырылған ағайынның өтініші деп білерсіздер. Қазақ 60 күн тасыған су 6 күнде қайтар дейді. Бірақ қайтқан су әкелген қайғысына кетпейді. Қазір еліміздің біраз өңірі қарғын судың қақпанында қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құзырлы мекемелер, яғни әкімдіктер, төтенше жағдайлар министрлігі, су ресурстар министрлігі бірлесіп жұмыс жасамайды, жауапкершілік алудан қашады, жұмысты бір-біріне сілтеп отырады. Жағдай осылай жалғасатын болса, тиісті қызметкерлерді лауазымынан босату қажет, деді. Шынымен, жұмысына салғырт қараған, халықтың басын қатерге тіккен мемлекет қызметкерлердің ешқайсының лауазымына тегіне қарамастан оларды қызметтен босату керек. Бұл президенттің және елдің нақты талабы. Аптаның аяғында қарғын судан қатты зардап шеккен Атырау облысындағы Құлсары қаласы мен Батыс Қазақстан облысына аяқтай бардық. Құлсарыда 2800 үй су астында қалған. Батыс Қазақстан облысындағы ахуалда көңіл көншітпейді. Қазірдің өзінде 1226 үйді, 1905 саяжайды су басып қалған. 162 үй қирап қалды. Ендігі қатер Жайық өзенінен. Жайықтың көрші елдегі ең жоғарғы деңгейі 11,187 метр болды. Енді сол су біздің елге қарай жөнкіліп келеді. Жайық өзені Батыс Қазақстан облысының 800 шақырым жерінен ағып өтеді. Ондағы арнаның ең биік нүктесі 8,5 метр. Демек, келе жатқан су қауіпті деңгейден айтарлықтай жоғары. Жайықтың бойында 84 елді мекен бар. Ол жақта 94.129 адам тұрады деген дерек алдық. Ел елеңдеп отыр, үрейде жоқ емес. Бұқар жыраудан бәріңіз біренедей болғандай туғандай болыңыз. Жат жанынан түңілсін, айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат өлсін деген сөз қалған. Расында, батысқа болысқан елдің көмегін, жаны ұшырып барып, бөгеттерді бекітуге тырысқан жандарды көргенде, қазақтың бірлігін ешкімнің ешқашан білдіре алмайтынына көз жетті. Су басқан өңірлердегі басты мәселенің бірі өтемақы. Ол халыққа жедел және әділетті, толық көлемде төленуі тиіс. Және комиссиялар су кеткенін күтпей, қазірден бастап үйлерге жүзіп барып, аралық акт жасау шарт. Бұл өңірдегі басты мәселе. Осы тұста еліміздегі бөгеттер мен бөгендер мәселесінің көтерілуі заңдылық. Олардың жағдайы, каналдардың ретке келтірілмеуі, 30 жыл бойғы салғырттықтың салдары екенін мойындағысы келмейтін кейбір күштер бар. Қазақстандағы су қоймалары мен бөгеттер 50-70 жылдары салынған. 1990 жылдан бері ол жерлер жөндеу көрмеген. Биылғы тасқынның алдын алу неге мүмкін болмады деген сұрақ туады. Оған бір себеп ретінде ғылымға жағдайдың жасалмағанын айтты мамандар. Салдарынан 90 жылдардың тоқырауында мыңдаған ғалым саланы тастап кетуге мәжбүр болған. Ал жаңа сауатты мамандар дайындайтын білдей білім ордасының сөрелерін шаң басып, назардан тыс қалған. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін биыл мемлекет басшысы Тараздағы гидромелиоративтік құрылыс институтын қайта қалпына келтіру жөнінде шешім қабылдады. Ал кейбір күштер жалған ақпараттың жарға жығатынын білсе де, ағайынды арандату үшін барын салып әлек. Мұны құдды бір ақпараттық соғыс десе де болады. Бірақ қазақтың бірлікті бірінші орынға қоятынын және ұлтының қамын, құлқынының қамынан артық қойғандарды ешқашан ұмытпайтынын білу керек олар. Арнасынан адасып аққан судың астында қалған ағайынның мәселесін бір депутаттық сауалға сыйғызу мүмкін емес әрине. Дегенмен, өңірден келген депутаттар әр проблемамен жеке-жеке айналысады, шешуге мұрындық болады. Себебі біздің бәріміздің басты міндетіміз елдің талабын орындау. Құрметпен мәжілістің барлық депутаттары.